Бұл жәрмеңкені ұстаздар өмірінде ерекше орын алатын маңызды шара деп қарауға болады. Дәстүрге айналған іс-шараның салтанатты ашылуы Саран қаласының мәдениет үйінде өтті. Мұнда жоғары оқу орындары мен колледждердің, жалпы білім беретін мектептердің, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған мамандандырылған мектептердің, Қазақстанның түрлі қалаларындағы балабақшалардың өкілдері жиналды. Іс-шара онлайн және офлайн режимде өтті. Сондықтан аталған жәрмеңкеге жақын шетелдің білім беру саласының өкілдері де қатысты. Бұл жәрмеңкенің педагогқа берері зор. Бұны біз алдын ала педагогтар бұл жәрмеңкенің болатын біліп отырады. Бұл жәрмеңкеге жыл бойы дайындалып, өзінің оқу тәрбиесінде алған өнімін беруге мүмкіндік қой. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланып, тәжірибесін таратып отырған педагог, ол нағыз педагог. Қарағанды облысының білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығы, сондай-ақ Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжі іс-шараның ұйымдастырушылары болып табылады. Вторая международная ярмарка. Екінші халықаралық 6-шы облыстық жәрмеңкеге еліміздің 7 аймағынан білім беру саласының қызметкерлері қатысуда. Ресей мен Беларусь мемлекеттерінен қатысушыларымыз бар. Алдағы уақытта алыс шетелдерді де қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Жәрмеңке бағыттарының тақырыбы республиканың білім беру жүйесін жетілдіру мәселелерін қозғайды. Қазылар алқасына әдістемелік қызметте және білім беру мен әлеуметтік сала мамандарының құзыреттілігін арттыруда инновациялық шешімдер әзірленіп ұсынылды. Атап өтсек, білім берудегі шешімдер, студенттерді кәсіби даярлау жүйесіндегі дуальды білім беруді ұйымдастырудың үздік модельдері және тағы басқалары. Ярмарка дает возможность. Бұл жәрмеңке тек жас мұғалімдерге ғана емес, сондай-ақ көп жылдық еңбек өтілі бар ұстаздарға үлкен мүмкіндік береді. Яғни олар өз инновациялық жұмыстарын көрсетіп, жаңартылған бағыттағы еңбектерін ұсына алады. Мұның бәрі мұғалімнің өзін де, балалар мен студенттерді де дамытуға ықпал етеді. Қатысушылардың жұмыстарын тәуелсіз сарапшылардың мүшелері қарайтын болады. Материалдар тезистер жинағында, YouTube арнасында және Padlet виртуалды тақтасында жарияланады. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна.